Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Маған осындай сұрақ келіпті. Массасы 128 грамм көмір қышқыл газы берілген. Соң құрамындағы оттектің атом санын анықтау керек. Өте қарапайым есеп. Бұл жерде масса берілгендіктен біз әрине зат мөлшерін анықтай аламыз. Зат мөлшерін табу формуласы масса бөлінген м-ға. Масса берілген 128, м дегеніміз, яғни мынау көмір қышқыл газының молекулалық массасы, яғни ол 44. м-ге тең 44 болады, яғни 16-ны 2-ге көбейтіп, оны қосамыз 12-ге, сол кезде 44 болады. 128-ді 44-ге бөлгенде 2-де 91 моль болады екен. Зат мөлшерін анықтап алдық. Енді бізге мына жерде атом саны n-ді табу керек болғандықтан оттектікін мынандай формула бар. Зат мөлшері n бөлінген n-ға. n деген атом саны, n-а деген авогадро тұрақтысы. Бұл жерде n-ді табу үшін түрлендіреміз. Сол кезде зат мөлшері көбейтілген n-а. Бізден табылған зат мөлшерін көбейтеміз осы тұрақтыға. 6,2 10-ның 23 дәрежесі. Сол кезде осы екеуін көбейткен кезде 17-де 52 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Яғни атом саны анықталды. Осы сұрақты қойған оқырманыма көп рахмет. Достар, егер де сіздерде қандай да бір сұрақ осындай есеп болатын болса, комментарийға жаза кетіңіз. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де менің арнама жазылып, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.